Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қазақ опера өнерінің майталманы, опера өнерінің хас шебері, әнші, Кеңес одағының халық әртісі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік премиясының лауреаты, Парасат орденінің иегері, оқытушы профессор Роза Жаманованың туғанына 95 жыл. Мерейлі датаға орай бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы кітапханада оқырмандарға арналған музыкалық кеш өтті. Жиналғандар Ақтөбе топырағында туып өскен даңқты әнші туралы тың мәліметтерге қанық болды. Бүгінгі кешке жиналғандар Роза Жаманова туралы деректі фильмді тамашалады. Бейнематериалда әншінің өмірі, шығармашылығы қамтылған. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыка колледжінің оқытушысы Гаухар Саламас Роза Жаманованың репертуарынан әндер, ариялар орындап әдемі кештің көркін аша түсті. Музыкалық кеш қонақтары Жұбанов университетінің музыка және хореография кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Нұржамал Мукеева және композитор, мәдениет қайраткері Мақсым Менкешев Роза Жаманованың қазақ ұлттық опера өнерін дамытудағы орны туралы айтты. Оның әуезді сопраносы талайларды таңдай қақтырып тәнті еткен. Әлемдік ұлттық операларда жетекші партияларда асқан шеберлікпен орындай білген. Ақтөбеде туып өскен аты асқақ әнші өмір бойы Алматыда Абай атындағы қазақ опера және балет театрының солисі болып қызмет етті. Ол 2013 жылы желтоқсан айында 85 жасында дүниеден озды.